Сәлем, өткен аптаның басты жаңалықтарына шолу жасап шығайық. Бұл Ақылтай арнасы елдегі және әлем жаңалықтарынан хабардар болғыңыз келсе, арнаға жазылып қойыңыз. Мұнда мен сіздермен бірге ең өзекті әрі ең қызық жаңалықтарды талқылап, жеке пікірімді айтамын. Сонымен бастайық. Сіздерге екі жаңалығым бар, бірі жақсы, бірі жағымсыз. Қайсынан бастайын? Жақсы, жаманнан бастайын. 2021 жылы әлі де коронавирус жылы болады. Ал жақсы жаңалық 2022 жылдың басында пандемия аяқталады деген болжам бар. Бұл менің ойдан шығарып отырған ойым емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері айтқан болжам болып отыр. Европалық бөлімше басшысы Ханс Клюге 2022 жылы коронавирус жойылып кетпесе де, қазіргідей жаппай жұқтыру дерегі болмайды дейді. Ал ақш-та Техас және Миссисипи штаттарының билігі қазірдің өзінде бетперде тағу режимін аяқтады. Мейрамханалар мен басқа мекемелерде, сондай-ақ кәсіпорындарда адам санына байланысты лимит те алып тасталды. Жергілікті басылымдар Техас губернаторы Грег Эббот вакцинациялаудан кейін осындай шешім шығарғанын хабарлап отыр. Алайда егер штаттағы ауруханаларда ауру жұқтыру саны өсетін болса, онда шектеу қайтарылуы мүмкін. Тек губернатор мұндай жағдайда бетперде тағу режимін бұзғаны үшін айыппұл салынбайтынына уәде беріпті. Не ұғамыз? Бірте-бірте бұл індеттен де құтылып келеміз. Бастысы пандемиядан арылсақ болды. Ендігі бір жаңалық, Алматының бас санитар дәрігері, әйгілі наконец-то сөзінің авторы Жандарбек Бекшин ұстаған iPhone 12 сөз болып жатыр. Ашық ұялы телефон қосымшасын сынап көру кезінде Бекшиннің түскен суретінен жұрт iPhone'ның соңғы моделін байқап қойған. Кейбіреулер тіпті президент Тоқаевтың өзі Xiaomi ұстайды деп әзілдепті. Алып қосар ештеңесі жоқ. Көз болған соң көреді, ауыз болған соң сөйлейді, бірақ мәселе онда емес. Артынша шенеуніктің қолындағы iPhone ойбай 12 емес деген сөз шықты. Мұны Алматы санитарлық эпидемиологиялық қызметі арнайы хабарлатты. iPhone ұстау бір байлықтың, бір парамен келетін заттың белгісіндей көрінгені қалай кетті. Кез келген адам қазір бөліп төлеу, кредит сияқты жолмен ала алады. Жалпы өз басым бұдан адамның қадір қасиеті мен абыройына әлгіндей бір досым айтпақшы, анау айтқандай мән бермедім. Бірақ осы бір органның жоқ iPhone басқа біреудікі деуі, шынымды айтсам, сезікті секіреді дегендей әсер қалдырады екен. Онда тұрған несі бар десе, қайтеді екен деймін ғой енді. Өзінікі болса да, болмаса да, біздегі биліктің қарапайым телефонға қарата айтқан сөзін әлгіндей шаруа ретінде көретіні қызық. Одан да ашық қосымшасы деген не екенін ұғып алайық. Дәл бір жыл бұрын пандемия жарияланысымен жабылған кәсіпкерлік нысандар әлі күнге табыс таппай отыр. Біреуінің кредиті бар, біреуінің бала-шағасы бар дегендей. Әрі өндірістер тоқтап қалды. Сол үшін бұл ашық деген қосымшаны елімізде қолданайық деген ұсыныс айтылған. Бұл 2-3 ай бұрын. Ол негізінен Гонконг, Сингапур, Малайзия елдерінің үлгісімен қолданылады екен. Мысалы сіз бір сауда орнына басқа бір нысанға кірер болсаңыз, телефондағы осы қосымша арқылы QR кодты белгілейсіз де, емін-еркін кіре бересіз деген сөз. Былайша айтқанда, QR код арқылы денсаулық сақтау министрлігінің ортақ базасымен интеграциялау арқылы келушінің мәртебесін, яғни статусын, оның вирус тасымалдаушысы емес екенін анықтауға мүмкіндік береді. Халыққа да ыңғайлы, кәсіби иелеріне де пайдалы. Әзірше Алматы, Нұр-Сұлтан және Қарағанды қалаларында қызмет көрсетуге рұқсат етілген нысандарда, мысалы фитнес орталық, спа орталық, бассейн, монша, кинотеатрлар ашылады. Бірақ осындай игі істі де пәлен түген деп, билік бізді басқарайын деп жатыр деп, бақылағалы жатыр дейтіндер бар айтпақшы. Әркімдің өз санасына берсін дейсің де қоясың осындайда. Ермахан Ибраимов, Сидней олимпиадасының чемпионы, кейін кезде жұрттың талқысына көп түсіп кетті. Журналист Нартай Аралбайұлына берген сұхбаты, ондағы айтқан көп балалы аналар туралы сөзі, 5 баласын тастап кеткен ата-ананы түк көрмегендік деуі, кедейлер кедей болғанына өзі кінәлі деуі де сынға ұшырады. Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Неге жасамайды?
соны жасау керек. Бұл азда енді Ермахан Ибраимовтың тойда жүрген видеосы тарады. Жас жұбайларға айтқан тілегінде ол мына індеттен тезірек арылып, мейрамхананың артқы есігінен емес, алдыңғы есігінен кіретін болайық деп тілек білдіреді. Қазақстан мына індеттен құтылсын, аман-есен індеттен құтылайық. Жақсылап осындай үлкен тойханаларда, осындай үлкен тура айтады ғой, тойхананың артына қоймай, алдына қойып тұрып жақсылап тойлайық. Осы сөзін жұртшылық сан-саққа жүгіртіп, бұл той карантинде болған деп топшылайды. Ал жай ғана спортшы емес, Алматы мәслихатының депутаты бола отырып, карантин талабын бұзды деп айыпталуы таңғаларлық жағдай емес ау. Сонда қарапайым жұрт той жасай алмайды екенде депутаттар бара бере ме деген ой туады. Бұған қатысты Ермахан ағамыз да жауап беріп үлгеріпті. Оның айтуынша видео 2018 жылы түсірілген, ал қазір таратып жатқандардың ісін қастандық және арандату деп атайды. Сонда видеодағы індеттен құтылайық дегені 2018 жылғы қандай індет деген сауал туындайды. Сол жылы қандай індет болғаны естеріңізде болса, пікірге жаза кетіңіздерші, мен де біле жүрейін. Жақсы, мені таңғалдыратыны бұл оқиғаға байланысты неге қала мәслихатының басшылығы пікір білдірмейді? Кем дегенде той қашан болғанын анықтап, тексеру жүргізіп, түсінік беріп, әдеп жөніндегі кеңесте талқылау керек сияқты еді ғой. Бірақ ол да жоқ. Қоғам солай талқыламаса, журналистер арнайы сауал қоймаса, сен тимесең, мен тиме айту. Мен қазір боксшыға тиісетін ойым жоқ. Бірақ анықтау, тексеру сияқты шара жүрмей ме екен, әлде біздің елде бәрібір ме деген сұрағым бар. Бір психолог айтып еді, сен біреуді сынасаң, сен соның орнында болып, сол жасағанды жасағың келеді деген сөз. Бірақ қолыңнан келмейді дейді. Я жасырмаймын, мен қызғанам. Той тойлап ешқандай да карантинсіз емін еркін жүргім келеді менде. Меніңше бәрі солай жүргісі келетін сияқты, осы таныстарым бар, достарым бар деген сияқты. Бірақ мұнда біреулерге болады да, ал басқаларға тыйым салынады деген жағдай ғой бізді наразы қылып отырған. Заң органдары, мәслихат басшылығы үндемесе, амал жоқ. Ар-ұят пен намысқа шақырамыз да қоямыз. Қолдан басқа келер амал жоқ. Сонымен бұл аптада көп талқыланған жаңалық осындай болды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыз.